Неліктен мен дәрігер болуды таңдадым? Бала кезімде анам ауырып қалды. Дәрігерлердің арқасында ауруынан сауығып кетті. Мен өте қатты қуандым. Сол сәттен бастап бұл мамандықтың әлемдегі ең маңызды, жауапкершілікке ие мамандық екенін түсіндім. Дәрігер болу дегеніміз көмекке мұқтаж әрбір жанға көмектесу. Дәрігер болу деген әрдайым жинақы, әрі сабырлы болу. Өзіңе және біліміңе сену. Себебі өзгенің өмірі сенің қолыңда. Және сенің қателесуге құқығың жоқ. Дәрігер болу дегеніміз әр науқасқа алаңдау деген сөз. Оны тыңдау, сабырлы болу, қолдау көрсету. Кез келген пациентпен ортақ тіл табысу дегенді білдіреді. Сен дәрігер болсаң, әрдайым бір нәрсеңді құрбан етіп жүресің. Отбасыңды, өзіңді, тіпті өз балаларыңды да. Егер сіз дәрігер мамандығын таңдасаңыз, қай жерде болмасын, өмір бойына дәрігер болып қаласыз. Қай жерде болмасаң да, әрдайым сенің көмегің біреуге керек болып қалуы мүмкін. Аптасына 7 күн, күніне 24 сағат бойы сен дәрігерсің. Себебі дәрігер болу сенің таңдауың, міндетің. Халық денсаулығы дәрігерлердің қолында. Сондықтан да абзал жандарымызды құрметтейік.